Сәлеметсіз бе? Менің атым Жангелдинова Мадина. Бүгін біз сіздерге қысқаша видеоролик түсіреміз. Тақырыптың аты таңдап сөйле. Оның басты мақсаты оқушылар арасында адалдық қалай қымбат екенін көрсету. Аружанда бақылау жұмысы болады. Ол оған дайын емес. Өзінің ойында Аружан досына ақша беріп, шпаргалканы алып, мұғалімге ұсталып қалады. Бірақ ол жемқорлықтың дұрыс емес екенін түсініп, өзінің бақылау жұмысын адал жазады. Содан кейін ол жоғары баға алады. Ал жемқорлық дегенді басқалары қалай түсінеді? Қорытынды шығару үшін біз қоғамға бірнеше сұрақтар қоямыз. Сіздің ойыңызша жемқорлық деген не? Сәлеметсіз бе? Жемқорлық дегенім ол адамның жеке пайдасы үшін пара алу және де пара беру деген деп ойлаймын. Егер сіз жемқорлыққа тап болсаңыз, не істер едіңіз? Құзырлы органдарға хабарласатын едім. Сәлеметсіз бе, мұғалім? Адал адамды қандай қасиеттерінен тануға болады? Адал адамды имандылығы, мейірімді адам болса, сосын сөзінде тұратын, айтқан сөзінде тұратын адамды адал адам деп ойлаймын өзім. Жасөспірімдерге адал болуды қалай үйретуге болады? Енді мен өзім ұстаз болғаннан кейін әрбір алдыма келген шәкіртті өмірде өзінің өмір сүруіне адал болуын, еліне, отанына деген қызметін адал жасауға, білім саласында да өзінің адал білімімен биіктен көрінуге әр уақытта соған тәрбиелеймін. Қорытындылай келе, адал болу ол адамның таңдауы емес, міндеті.